Бәріне сәлем, менің атым Жания. Жақында ғана 15 жасқа толдым, және бұл өмірімдегі ең жаман туған күн болды. Барлығы анамның кесірінен. Ол менің артынан құйрықтай қалмай еріп жүреді. Достарыммен араласуға, жаңа адамдармен таныстыруыма кедергі жасайды. Оның тым қамқор болғаны маған ешқашан ұнамаған. Іші пысып солай істейді ма, білмеймін. Жарайды, қазір бәрін дұрыстап айтып беремін. Бәрі әкем отбасымыздан кеткеннен басталды. Ол өзіне басқа бір әйел тауып, оған ғашық болып, анама бұл нағыз махаббат, анау мынау деп кетіп қалды. Бұл жағдайдан кейін анам жарылып кеткендей болды. Оның бар махаббаты, шектен шыққан қамқорлығы үстіме төгілді десем болады. Мұндайы мені жиі ыңғайсыз жағдайда қалдыратын. Осының кесірінен достарымның алдына ұятқа қаламын. Ал әкем бізбен тұрған кездері мен құрбыларымды үйге түнеуге жиі шақырып тұратынмын. Ал әкем кеткенде шақырғанымда біз тіпті дұрыс сөйлесе де алмадық. Анам әр 15 минут сайын бөлмеме кіріп, бірдеңе жейсіңдер ме, әкеп берейін бе, мынаны алып кетейін бе деп ығырымды шығарады. Тіпті өтініш кіре бермеші деп бетіне айтсам да ол тоқтамайтын. Мұнысына ызам келгенін-ай. Оның өз құрбылары болмаған, ешқайда шықпайтын да, оған қоса жұмысы да жоқ. Ол әрдайым үйде отырып, үй жұмыстарын істейтін. Әкемнің анамның жанында іші пысып кеткені таңғаларлықтай емес. Онымен тіпті не туралы сөйлесуге де болатынын білмейсің. Бірдеңе ұсынғаннан басқа дым білмейді, немесе үйді жылтыратып жалап шығады. Үй жинасаң өміріңде жақсаратындай. Қысқаша айтқанда, сол жағдайдан кейін тағы ұятқа қалып жүрмеу үшін ешкімді шақырмайтын болдым. Бірақ өзім қонақтарға барып тұрамын деп шештім. Бірақ онда да анамның шектен шыққан қамқорлығы қарсы алды. Бір күні менің құрбым Санияның ата-анасы бір күнге басқа қалаға кетіп, оның үйі бос қалды. Ол кішкене мейрам ұйымдастырды. Мені шақырмай қайда барсың? Әрине келісіп, міндетті түрде түнеумен келемін дедім. Сабақтан кейін үйге келіп, сөмкемді тастай салып, ауыстыратын киім алып, Санияға жүгірдім. Бірақ есік алдынан анам шығып, қайда асыққанымды сұрады. Мен құрбыма түнеуге баратынымды айттым. Бірақ ол күрт өзгеріп, мен саған бір жерге баруға рұқсат берген жоқпын деді. Ал мен сұраған да жоқпын. Мені бәрінің алдында ұятқа қалдырғаннан бері үйге ешкімді шақыра алмаймын. Сондықтан өзім барамын дедім оған. Бірақ анам сен мынандайсың, сен анандайсың, тым кішкентай, тәрбиең бұзылған деп сөзін жалғастырды. Онымен қатты ұрысып қалдық. Ол мені қайта бөлмеме жіберді. Ал мен ызадан қайнап үйдегі ыдыстың бәрін жағып тастағым келді. Бірақ ол кешке не болса да баруым керек. Бөлмеме барғанда кейіп танытып, тағы бір сағат күтіп, анамның ұйықтағанына көз жеткізіп, терезеден шықтым да Санияға бардым. Ол бізге жақын тұратын, сондықтан жаяу баруыма да болатын еді. Ол жаққа жеткенімде кеш қызып жатыр екен, және әрине онда осы мейрамда күткен адамым Біржан болды. Иә, ол нағыз кеш ханзадасы десем болады. Ол жоғары сыныптарда оқиды және мектептегі рок топтың құрамына кіреді. Ол сондай күшті, мен оған бірден ғашық болдым. Біржан мені бірден байқап маған күлімсіреді, ал мен абыржып қалмай оған жақындап, екеуміз біраз сөйлестік. Ол маған өте әдемі және қызық адам болып көрінді. Кеш соңында ол кеткелі жатқанда маған жақындап бетімнен сүйгісі келді. Бірақ сол сәтте өзіме өте бір таныс дауыс естідім. Жания! О, жоқ, анам деп ішімнен ойладым. Ол Біржанның артында тұрып, оған қолымен бұл жерден тайып тұр дегендей көрсетті. Ал ол дым түсінбей кетіп қалды. Мен қайтадан бүткіл мектептің алдында ұятқа қалдым. Анам қолымды қысып ұстап алды да үйге апарды. Артымнан балалардың ұйықтайтын кезі келді деген сияқты келеме жүдеулер естідім. Үйге келіп, анам айғайладым. Ол жаққа барып, бәрінің көзінше менің қолымнан ұстап ертіп кетуіне қалай дәті барды. Мен қатты ұялдым. Енді достарыма қалай қосыламын? Ол сені қолданып жүр деп ол маған айғай салды. Бұл оның жағынан ерсі көрінді. Оны жек көре бастадым. Ашуланып, енді бәрінен жаман оқып, мектепке өзім қалаған киіммен барамын дедім. Анам мен қысқа шорты және торлы шұлық кигенімді ұнатпайды, сондықтан келесі күні дәл солай киіндім. Мектепке келіп, түсте тамақтанып алу үшін асханаға жиналдық. Кенет қарсы алдымнан Біржанның келе жатқанын көрдім. Тізем бірден дірілдеп, оған барып сүйіп алғым келді. Ол қайтадан маған қарады, бірақ сол кезде арамызға бір әйел қолындағы еден жуғышпен оны ұрып жіберді. «Ей, жай кішкене» деді ол. «Анам, сен мұнда не істеп жүрсің?» деп мен айғайладым. О, жоқ, мен қайтадан бәрінің назарында ұятқа қалдым. Анам мектепке еден жуушы болып орналасып алыпты. Қорқынышты түс әлі жалғасуда. Айналама қарасам, бәрі маған күліп тұрған көрдім. Анама менің масқарамды шығарған ұнайма осы? Оны әжетханаға апарып, қайтадан ашуланып ұрысып, неге менің позорымды шығара бересің дедім. Бірақ ол, мен сені қорғап жатырмын деді. Ал мен оны тыңдағым да келмеді. Үйге барғанда оған не мен мектепті тастаймын, не сен ол жұмыстан шығасың дедім.
Анам болса ақмақтық жасамай Біржанмен араласуыңды қой деді. Ал мен қалай өмір сүретінімді өзім білемін деп айттым. Келесі күні ол жұмыстан шықты. Ал мен Біржаннан кешірім сұрадым. Ол мұны кездесумен жуып шаяйық деді. Әрине мен келістім. Кешке кездесуге бардық. Ал анама құрбыма барамын деп өтірік айта салдым. Біржан мені алып кетті. Негізі біз бір дәмханада шам қойып екеуміз ғана отырамыз деп ойлағанмын. Бірақ ол мені біртүрлі бір жерге алып келді. Бұл бір трейлер көлікке ұқсады. Ішінде гүл шоғы бар әдемі үстел күтіп тұр деп ойладым. Біржан ішіне шақырды. Мен кірдім. Екеуміз тағы жалғыз қала алмайтын болдық. Онда достары отыр екен. Олар да музыкалық топтың құрамында. Мені ең жақсы жанкүйер деп таныстырып, тоңазытқыштан 2 бөтелке алып шықты. Маған біреуін ұсынды, бірақ мен бас тарттым. Өзімді кенет өте ыңғайсыз сезініп қорқа бастадым. Бізде романтикалық кеш болады деп ойлағанмын. Үстел басына отырып, ештеңеге қол тигізген жоқпын. Ал Біржан достарымен алкоголь ішті. Жарты сағат өте бұл жерден кеткім келді. Бірақ Біржан асықпа деді. Ол қазір десерт болады деп түнге дейін қалуды ұсынды. Сол кезде шынымен де қорқынышты бола бастады. Мен сыртта анам күтіп тұр деп шығып кеткім келді. Бірақ ол не істей алады? Бізді еден жуғышпен қоға ма, әлде мына жердің шаңын сүртіп береді ме деп күлді. Мен ашуланып оның бетінен салып қалдым. Біржан мені итеріп, мен еденге құлап түстім. Сол сәтте ішке анам және анамның інісі полиция кіріп келді. Әбден зәрем ұшқанмен анамды құшақтап бетінен сүйе бастадым. Ал анам полицияға Біржанның қолын ұстап тұрғанда, оған барып аузына кір шүберек тығып жіберді. Ағам оларды маған қысым көрсеткен үшін және ішімдік ішкені үшін бөлімшеге алып кетті. Ал мен анамның алдында қатты ұялып кеттім. Оған сонша нәрсе айтып тастадым емес пе? Мен жылап одан кешірім сұрадым. Ал сосын үйге қайттық. Үйге келгенде анам Біржанның нағыз алаяқ екенін бірден байқағанын айтты. Ол Санияға хабарласып, менің кездесуге кеткенімді біліп, ағам екеуі мекен жайымды біліп алған екен. Қызым-ау, сен менде жалғыз қалдың, және мен саған қамқор болуым керек. Ендігі шектен шықпауға уәде беремін, бірақ сен де маған сен. Мен саған ешқашан зұлымдық ойламаймын ғой, деді анам. Мен күлімсіреп оны құшақтап алдым. Енді анамның мен үшін қалай уайымдағанын білемін. Тағы анамның интуициясы мықты екенін біліп алдым. Сол кезден бері анаммен әр сырымды бөлісуге тырысамын. Ал ол маған жақсы жігіт таңдауға көмектеседі. Анамның жаны тыныш болса, демек бәрі дұрыс. Қалай ойлайсыңдар? Сендердің де аналарының интуициясы осындай жақсы ма? Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Сәлем, менің есім Кристиана. Қыздар мен атымды естігеннен естері кетіп, сыртынан ғашық бола береді. Түрім де келісті. 15 жасымнан бастап қыздар артынан жүгіре бастады. Бірақ мен өзіме ұнайтын қызды әлі кездескен жоқпын. Мен Нью-Йорк штатындағы беделді университеттердің бірінде оқимын. Онда негізі Ротшильд, Рокфеллер сияқты дәулетті отбасылардан шыққан ол қыздар білім алады. Сондықтан да ретро стилінде өтетін би кештері үйреншікті нәрсе. Мені сондай кештердің біріне шақырды. Әрине мен бас тарта алмадым. Өйткені бұл болашақта жақсы қызметке орналасу үшін қажетті адамдармен танысуға керемет мүмкіндік. Менің де әулетім бір кездер байлардың қатарында болған. Алайда ағамның арқасында тұрмысымыз нашарлап, қоздан құлағандай болдық. Әр түрлі костюм киіп келген қоғамның бал қаймақтары арасынан мені байқамау мүмкін емес еді. Мен сияқты сымбатты жігітті көрмеу күнә шығар десем ба? Зәулім сарайдың иелері өзімен қарыз беруші кекермен әулетті. Кеш керемет уайымдастырған екен. Аянбай барын шашыпты. Оркестр, түрлі тағамдарға толған ақ дастархан. Бүгінгі кештен құр кетпейін деп келе сала бір-екі қызды сыртынан таңдап қойдым. Қап, ақмақ басым-ай, мен үй иесінің қызын биге шақырмаған екенмін ғой. Сол жерде жүргендерден оның кім екенін сұрастырып алдым да бір шетте билеп жүргендерді қызықтап отырған қызға жақындадым. Жасы небәрі 15-те, арықтау келген сары шашты қыз. Келесі музыка басталғанда жанынан барып, иіліп сәлем бердім де, менің есім Кристиана Батиста, сізді биге шақырсам бола ма дедім. Байғұс қыз есінен ауып қалғандай. Мен сияқты көрікті жігіт биге шақырғанына сене алар емес. Мен оның қолынан ұстадым да орнынан тұрсын дегенде тартқыладым. Әрине енді соншалықты қатты жұлқыламадым. Шекесі тырысып орнынан тұра бастады. Екі қол дірілеп қоя берді. Жұрттың бәрі тесіліп бізге қарап қалған. Ал мен болсам оларға күлімдеп қарап, қызды биге шақырған мен дегенде кеудемді көтере түстім. Бір кезде мен осы кешке шақырған досым Клайвқа көзім түсіп кетті. Сөйтсем, ол қолмен басын ұстап, не бүлдірдің дегенде жан-жағына алақтап қарай береді. Сол мезетте бізге қарай гусардың костюмін киіп алған еңгезердей бір жігіттің жүгіріп келе жатқанын байқап қалдым. Қызға қарап қалсам, беті бозарып, жартылай тұрып келе жатты да, құлауға сәл-ақ қалды. Сол кезде әлгі жігіт ұстап үлгерді де мені аяғымен бір тепті. Қыз жылап қоя берді. Музыка тоқтады. Елдің бәрі абыр-сабыр боп менің әрекетімді сынай бастады.
свет жарқ ете қалғанда маған жаман көздермен тесіле қараған адамдарды көріп сасқалақтап қалдым. Досым қолымнан сүйреп залдан алып шықты. Я, ақымақтық жасағанды түсіндім де бірге жүгіріп шығып кеттім. Жол жөнекей үй иесінің қызы Виоланың 10 жасында жол апатына ұшырап мүгедек болып қалғанын білдім. Бүгінгі би кеші көңілін аулау үшін әдейі ұйымдастырылған екен. Ал мен болсам кештің сәнін бұздым. Неге ол туралы маған айтып ескертпедің бе деп досым құлағын жедім. Ал ол болса мен алаңғасар екенімді миллионер Кекерман әулетінің көпшіліктің алдында ыңғайсыз жағдайда қалдырғанымды айтып ұрсып тастады. Түні бойы көз ілмедім. Бүгінгі қылығым үшін өрттен кете жаздадым. Қалай болса да Кекермен мырзадан кешірім сұрап, айыбымды жуып шаямын. Келесі күні үлкен гүл шоғын сатып алдым да әлгі зәулім сарайға қайтадан бардым. Мені қақпаға жолатпай қуып жіберді. Өзіме де сол керек. Бірақ мен кінәмді мойындап кешірім сұрауға тырыстым. Амал жоқ. Таксиге отырып енді кетейін деп жатыр едім. Қақпа ашылып, күзетшілердің бірі маған қарай жүгіріп келді. Менен кешірім сұрады да үйге кіруімді сұрады. Бұл үй кешегідей мүлдем басқаша болып көрінді. Дәлізде 15 минуттай күтіп отырдым. Бір кезде күтуші әйел арбаға танылған Виоланы алып шықты. Масқара. Оны көргенде ұялғанымнан жерге кіріп кете жаздадым. Алдына нәзік, қорғансыз науқас қыз. Өзімнен өзім тізерлеп отырдым да раушан гүлдерін ұсынып қайта-қайта кешірім сұрадым. Виола гүлдерге ұзақ сүйісіне қарап отырды да бір кезде қарқылдап күле бастады. Қояншық ұстағанын бірден түсіндім. Себебі артына тұрған күтуші әйел күлген жоқ. Бізге дастархан жайып кофе берді. Виола мен ұзақ сөйлестік. Мүгедек қызды биге шақырғаның қызық болды деді. Мен тағы ұялғанымнан сасқалақтай бастадым. Менің қалауымды орындаған түсінген сіз болдыңыз. Мен де өзгелер сияқты айналып жүріп билегім келген еді деп ағынан жарылды. Оның мұның тыңдап отыру қаншалықты ауыр екенін түсінген шығарсыздар. Мен бұл жерден тезірек табанымды жалтыратқым келді. Қоштасар кезде Виола менің күн сайын келіп шахмат ойнауды үйреткенімді қалайтынын айтты. Ол гроссмейстер болғысы келеді екен. Қарсылық танытуға шамам келмеді. Аузынан қағынып шахмат ойнаймын деп неге айттым десейші. Гүлім беріп бірден кетіп қалу керек еді. Міне, осылайша мен оларға күнде қонаққа келетін болдым. Ұзақ уақыт Виола екеуміз сөйлесіп шахмат ойнайтын болдық. Кекермен мырза анда-санда келіп қызының бетінен бір сүйіп кететін. Оның көзіне қарап, қаншалықты өзінің қызының алдында кінәлі санайтын түсіну қиын емес еді. Ал әлгі сойталған жігіт оның ағасы екен. Менімен мүлдем амандаспайтын. Бір күні дәлізде көзбе-көз кездесіп қалған кезде, егер ренжітсең, өз қолымен буындырып өлтіремін деп ескерткен. Ата-анасы Виоламен арамыздағы достық қарым-қатынасымызға қарсы болған жоқ. Бірақ олар Виола ғашық болып қалады деп қорқатын. Ол туралы Кекерман мырза маған өзі айтқан еді. Қалтама қалың конверт салды да маған разылығын білдірді. Мен де оған шахматтан басқа жатық ұшыру керек екенін айтып, ол міндетімді аяқтағаныма қуанып, $50,000 алдым да үйге қайттым. Алайда қуанышым ұзаққа созылмады. Виолаға басқа жатық ұшыру келгенде, ол оны жақтырмай ашуланып, қолындағы шахмат тасымен көзін шығара жаздапты. Оны естігенде тез арада барып, оны тыныштандыру керек болды. Ол маған ызаланып, ұзақ қарап тұрды да, "Бұл сіздің ісіңіз бе? Менен ертерек құтылайын деген ойыңыз ба? Егер мен жақтырмасаңыз бетіме айтыңыз", сыртынан сөз қылғанша деді. Жағдай мәз емес. Ол мені ойыншық сияқты көретін. Қалаған кезінде әкесін айтып, шақыртып алатын. Миллионер әкесі жалынып мен алдына келеді. Бұрын дәрігер Коқ мырза келгенде де Виола айғайлап жылап, үйді басына көтерген. Ол кісінің айтуынша, менімен араласа бастағаннан кейін қыздың денсаулығы жақсарып, өмірге дейін құштарлығы оянған. Дертімен күресуге бел болыпты. 17 жастағы қыз жасөспірім сияқты көрінетін. Неге күйеуден өспейді деп сұрайды екен. Міне, бойындағы өзгерісті көріп, дәрігер оны европалық емдеу тәсілін қолданып көруге үміттеніп отыр. Мен бұл жағымды жаңалықты әкесіне айтып едім. Ол кісі қатты қуанып, маған ризашылығын білдірді. Мені қуаныш адам деп аттап кетті. Бір кезде Виолетта маған ғашық болып қалған сияқты көрінетін. Мен өзі кіммін? Менің көңілін аулайтын қуыршақпын ба? Әлде Кекерман әулетін бақсыздықтан құтқаратын адаммын ба? Көп ойланып, олардан бойымды алшақ ұстауға шешім қабылдадым. Алайда олардың туған туыстары маған қайта-қайта хабарласып, жағдайымды сұрап, оларға жиі барып тұруымды өтінді. Тіпті бір күні университет ректоры шақырып алды да Кекерман мырзаны жақсы танитын. Оның үйіне жиі барып тұрсам, университеттегі жағдайымның жақсаратынын айтты. Сен кішкене құлағыңды асырсаңшы, оны жақсы көріп қалған сияқты жүре бер. Дәрігердің айтуынша, махаббат оның дертінен айықтыру мүмкін дейді. Мен келістім. Өзіме жүктелген міндетті орындауға уәде бердім. Шынымды айтсам, Виоланы жазылған мен де қалаймын. Мен курстастарым жағдайды білетін. Бірі күлді, енді бірі қызғанды. Виоламен келген кезде маған аса көңіл бөлмей, басқа іспен айналысып жатқандай кейіп танытты. Мен сізде өмір сүре алатынын көрсеткісі келген сияқты. Не үшін келдің деді. Мен жай ғана досымның халін білу үшін келдім дедім. Сосын ол көлге барып келейік деп ұсыныс жасады. Біз күннің қызара батуын көреміз.
күтішін түрінен оған қарсылық білдірудің орынсыз екенін ұқтым. Бір сағаттан кейін жеке ұшақпен Анталия өзенінің жағалауына жеттім. Не деген көрініс, өте әдемі екен. Мұнда адамдар табиғаттың сұлуын көру үшін әдейі келеді. Біз көрпе жамылдық, үстелге шампан қойдық та үнсіз отырдық. Алыстан бір әдемі әуен естілді. Бір кезде көрпе астына Виоланың қолын сездім. Өте нәзік, Сабиннің қолы сияқты жұмсақ екен. Мен оның маған деген сезім шынайы махаббатын сездім. Күн сайын, сағат сайын мен тағаттана күтетін түсіну қиын емес еді. Бетіне қарасам, күн сәулесімен жүзі нұрланып кетті. Ол да маған қарады да, егер мен кенеттен өліп кетсем, сені шексіз сүйген, шынайы сүйген адам болғанын ұмытпа. Ол мен деді. Оны естігенде жүрегім елжіреп, оны құшақтап бетінен сүйдім. Бұл ай романтикалық сәттерде толы болды. Күнде таңертең сүйіктіме гүл шоғын сатып алып, көңілін аулауға тырыстым. Екеуміз табиғатқа жиі шығатынбыз. Бірде саябаққа барып, балалардың әткеншекке мініп, мәз-мейрам болып жатқанын көретінбіз. Шахам ойын қызықтайтын едік. Виоланың көңіл күйі жақсарды. Күндер ақырын өтіп жатты. Виоланың Европаға емделуге кететін күн тағаттана күтіп жүрдім. Бір күні маған Қох мырза хабарласып, өз міндетін жақсы атқарып жүргенін айтып, алғысын білдірді. Ректор мен екеуміз арамыздағы әңгімені естігенін айтты. Мен оған таң қалдым, бірақ ештеңе айтпадым. Бір кезде Қох мырзаның дауысы өзгеріп кетті. Виола, сен осындасың ба деген естігенде бәрі түсінікті болды. Виола дәрігермен арадағы әңгімені тыңдап тұр екен. Ол дәрігерден телефон тұтқасын сұрады. Я, біткен жерім осы. Мен оны сабырға шақыруға тырыстым. Дәрігердің сөзін дұрыс түсінбей қалғанын айтып, ақталғанымен нәтиже шықпады. Оған деген сезім шынайы екен, ешқандай жасандық емес екенін айтсам да Виола сөз ұқпады. Оның қатты жылағаны жаныма батты. Бақытсыздықтан, шарасыздықтан еңіреп қоя берді. Оның үміті күл талқан болғандай, өмір сүруге деген құштарлығын аяқа тапқандай сезіндім өзімді. Виола телефон тұтқасын тастай салды. Өмірімде бірінші рет жүрегімді сыздағанын аңғардым. Аяғым дірілдеп, орны толмас қателік жасаған үшін қатты өкіндім. Мен қайта телефон соқтым, бірақ ол жауап бермеді. Сосын телефон мүлдем өшті. Менің оның туған-туыстарына хабарласып едім, олар да көтермеді. Телефонмен сөйлесе алмаған соң такси шақыртып үйіне бардым. Алайда күзетшілер мен маңайына да жолатқан жоқ. Кекермен әулеті үшін қазір қиын жағдай болып тұр. Бәрі дұрысталған кезде өзіміз хабарласып айтамыз деп шығарып салды. Жүректегі жара күн өткен сайын сыздай берді. Шындыққа салындым. Қанша күн ішкенімді білмеймін. Бір есімді жисам, телефон өшіп тұр екен. Оны қайтадан қосуға қорқақтадым. Дегенмен не болса да қосып көрейін деп шештім. Бірақ маған бірде-бір адам хабарласпаған екен. Ата-анам мен университеттен бір-екі қоңырау түсіпті. Ал алдына Виоладағын келген хабарламалар жоқ болып кетті. Тіпті оның аты жөні менің контактілерінің арасында да жоқ болып шықты. Нөмірім есіме түсіріп, қайтадан телефон шалдым. Алайда мұндай нөмір тіркелмеген деген жауап алдым. Қанша мәрте хабарласқанмен нәтиже шықпады. Шарасыздықтан басым қатып, тағы бір аптаны әрең өткіздім. Күзетшілерге де хабарласу мүмкін болмады. Істеген әрекетінен жиіркеніп, өзімді қоярға жер таппадым. Виоламен өткізген күндерім есіме түсе берді. Оның мөлдіреген көздері, шаштары. Бөлмесіне менің есімді барлық жерге жазып тастаған болатын. Мен оны шексіз сүйетінін ұқтым. Менің досым Клайвты тауып алдым. Виоламен кездесуге себепкер болған досымды. Ол да Виола туралы ештеңе білмейді екен. Қох мырза да маған жауап бермеді. Ал оның көмекшісі болса, қай уақытқа қабылдауға жазылаңыз дегеннен басқа мардымды мәлімет бермеді. Уақыт өтпей кетті. Мен Виоланы іздеуімді доғардым. Уақыт емші дейтін еді. Алайда жүрекке түскен жараны уақытта емдей алмайтын сияқты. Үлкен қателік жіберген үшін, бар адамның өмірін талқан еткен үшін өзімді кешіре алмайтын шығардым. Мен Кристиана Батистамын. Иә, менің атым өте әдемі. Бірақ менің жаным сондай керемет деп айта алмаймын. Қорқақ, жауапсыз адаммын. Махаббаттың қадірін білмеген жанмын. Шынайы махаббат адамға бір-ақ рет беріледі. Ол үлкен сый екен. Ал мен қол үзіп қалдым. Достар, менің оқиғамды соңға дейін көрсеңдер, лайк басып пікір жазыңдар.